Баршаңызға сәлем. Бүгін үйде оңай жасалатын нәзік әрі хош иісті жұмсақ булочкалар пісіреміз. Видеоны көрмес бұрын каналымды қолдап тіркеліп қойсаңыздар, алдын ала рахмет. Ендеше видеомызды бастайық. Ең алдымен жылы сүтімізге жылы суымызды құйып, үстіне қантымызды, дрожжымызды, тұзымызды салып, осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Оның үстіне сұйық майымызды құйып, жұмыртқамыздың біреуін салып, екінші бөлігінің сарыуызын алып қала отырып қосатын боламыз. Енді барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымызды 2-3 бөлікке бөле отырып, қолға жабыспайтындай етіп, қамыр илеп алатын боламыз. Мінекей жұмсақ қамырымызды илеп болған соң, бетін осылай жауып жыл жерге қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымызды қайтарып илеуді ұмытпаңыз. Бетін қайта жауып, қамырымыз көтерілгенше жыл жерге қойып қоятын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді осылай ұн себе отырып, булочкаларымызды формаға келтіретін боламыз. Мінекей 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін қойып, екінші бөлігінен дөңгелек етіп, булочканың формасын жасайтын боламыз. Осылай қолымызбен ұзынша етіп жайып алып, осылай орап, әдемі пішінге келтіреміз. Мінекей екіншісінде көрсетейін. Қандай форма жасасаңыз да өзіңіз білесіз. Барлық формамен әдемі шығады. Осылай барлық жасап болған булочкаларымызды табамызға салып, бетіне осылай сарыуызымыздың үстіне бір қасық сүтімізді құйып, осылай араластырып аламыз. Бетіне жағып, әдемілігі үшін мақтан да сүйіп қойсаңыз болады. Енді 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 15 минуттан кейін қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей жаңа екінші қамырымызды да осылай ұн себе отырып жайып аламыз. Қалауыңызша формаға келтіріп булочкалар жасасаңыз болады. Мен екінші бөлігін рогалики формасында жасаймын. Дәм беру үшін осындай сгущенканың буренка түрінен ішіне салып шығатын боламын. Барлық буренкамызды салып болғаннан кейін осылай барлығын орап шығатын боламыз. Рогаликаларымызды орап болдық. Енді табамызға салып, дәл жаңағындай бетіне жұмыртқаның сарыуызын жаға отырып, әдемілігі үшін күнжеттен сүйіп қоямын. Сіздер қантта сепсеңіздер де, мак сепсеңіздер де болады, қалауыңызша. Бірінші булочкаларымыз пісіп шықты. Енді екінші рогаликаларымызды пісіретін боламыз. Мінекей біздің қарапайым өнімдермен осындай жұмсақ, хош иісті булочкаларымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Егер рецепт ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, келесі кездескенше.